Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі влогқа тағы да қош келдіңіздер. Бүгін қызықты күн болайын деп тұр. Бейсенбі күн, жалпы жұмыс күні. Сондықтан да жақсылап жайғасып алыңыздар, кофелеріңізді, шайларыңызды дайындап, бүгінгі влогты тамашалаңыздар. Мен негізі ұйқыны қатты жақсы көремін. Ол да мені жақсы көреді. Бірақ бізге ерте тұру керек. Сол үшін амал жоқ тұрамыз. Адам, алдияр кештірдің ғой бүгін. Түнде кеш жатқан ғой. Тұрсаң не деп тұрдың ғой. Қайтамыз бүгінгі видеоны бастаймыз енді? Бастайық. Сонымен сіздер бүгінгі видеодан біздің Алдияр екеуміздің қақта тұрып жатқандарымызды көретін болсыздар. Сонымен кет! Ғимаратқа келсем, пожарная тревога болып жатыр. Бәріміз сыртқа шығарып жіберді. Ары қарай қалай болатынын бір Құдай біледі. Бәрі жақсы шығар деп ойлаймын. Я себя снимаю. Бәрі жақсы болатын шығар деп ойлаймын. Мынандай ғимараттың ішінде пожар болса, тем более биікте болса, ол не болатын. Сонымен осы біздің Алдияр екеуміз тұрып жатқан жеріміз. Бұл жердің аты жалпы осы ЖК-ның аты Крогус Сити деп аталады. 10 подъезден тұрады. Біз соның 9-шы подъездің 15-ші этажында тұрамыз ғой, прикинь. Сол 15-ші этажында тұрып, аспаннан общем әдемі көрінеді қаланың видео. Жалпы айтқанда бұл жерде барлық жағдай жасалынған, кішкентай балаларға, үлкендерге жасайтын тренировка дейма, жаттығу дейма, жүгірем десең жүгіре бересің, общем. Бір супер ғой. Алдияр, өзің біздің тұрып жатқан жеріміз жайында не айтасың? Қолайлы ма бізге? Қолайлы емес қой жалпы? Бізде өте көп алаң үлкен, барлығы жастарға да, үлкен кішіге де, қарtқа да арналған, отырып демалуға да арналған үлкен жерлер бар. Мысалы, мына жерге бір қарайтын болсаңыздар, мына жерде алпамыз азанмен жаттығып жүрсе. Ал мен турникке асыла алмаймын. Жалпы біз тұрып жатқан жердің қолайлығын айта кететін болсақ, мына жағымызда Экспо орналасқан. Оның бергі бетінде Бега орналасқан. Бегаға барсаң, где-то 10 минуттың ішінде жаяу сол Мегаға бар, киіміңді, жаңа продуктыңды алып қайта бересің. Кетші ана жерге. Ал Экспоға барсаң, кеше барып сіздерге Экспоны көрсеткен болатынбыз. Ол Экспода машина емес, жаяу бара бересің ғой. Ал құдай қаласа осы карантин бітіп, спорт залдар, кәдімгідей футбол ойнайтын, хоккей ойнайтын жерлердің бәрі асылша мына жерінде Астана арена, Барс арена, Сарыарқа велотрек, Алау мұз айдыны деген сияқты спорт кешендері осы мына жерде орналасқан ғой. Ал ары қарай жаңа осы жерде жасамайын, жоқ дәу жерге барып жүгірем, сол жерде тренировка жасайын десең, мына жағында ботаникалық сад орналасқан. Ол ботаникалық садта барлық жағдай четко жасалынған. Ал ойға баруға ерісең, өш жерде де жасай берсең болады. Азанда ерте тұрып алып. Жалпы солай, бірақ Алдияр біздің ерінет. Ол тренировка жасауға ерінетін мала ғой. Жалпы мына жерде алып қарайтын болсақ, далада жаңа жаурадық. Осындай жерге ішке кіріп, мына жерде отырып, кофе ішіп отырып, жылынуға болады. Ал қайтып жаурағыңыз келсе, қайтадан сыртқа шығасыз.
ең салқын, соңғы салқын күндер деп сенеміз. Бұдан кейін жылса екен. Жалпы достар, бүгін бізде бейсенбі, ол күн аяқталып келді. Бейсенбі өзі көптеген жаңалықтар алып келді деп айтуға болады. Бұл аптаның басында сіздерге айтқан болатынбыз, командамыз екіге бөлінді деп. Тағы да бөлініп кетті. Өте күрделі өзгерістер болып жатыр. Детальдарына кірмей-ақ қояйын. Бірақ жігіттерге мен Алпамыс пен Алдиярға бүгіннен бастап тағы да бір тапсырма бергелі жатырмын. Бұл тапсырма өте күрделі, нағыз өмірдегі бизнеске байланысты тапсырма болып жатыр. Біздің бір осы компанияларымыздың бірінде басқарушы жігіт жұмыстан шықты. Енді басқарушы жігіттің орнына, жігіт дегенде үлкен кісілер істейтін жұмыс негізі. Соның орнына басқа адамдарды іздегеннің орнына мен Алпамыс пен Алдиярға осы тапсырманы бермекшімін. Енді достар, деталін кейін біле жатасыздар. Құдай қаласа Алпамыс пен Алдияр өздерінің бақтарын сынап, жастығына қарамастан білектерін сыбап тұрып, үлкен бір шаруаны басқарғалы жатыр. Құдай қаласа, оларға тек сәттілік тілейміз. Осы влогта сол үлкен шаруаны, кәдімгі өмірдегі бизнесті басқарудың қиыншылықтары, қызықтарын барлығын сіздерге көрсетіп отыратын болады. Араларыңызда бизнес жасауды ойлап жүрген, немесе бизнес жасап жүрген, немесе бала шағалары бар, немесе өзіңіз жас болсаңыз, сіздерге қызық болады деген ойдамыз. Өйткені бұл шын өмірден алынған бір челлендж, бір испытание болғалы жатыр. Сондықтан да достар, сіздерге бүгінгі роликті көргендеріңізге көптен көп рахмет. Ертең қасиетті жұма күні осы YouTube арнада жолыққанша дейміз. Қош сау болыңыздар.